Олар қаланың тынымсыз тірлігінен аулақ жерде, заманауи ауруханалар мен озық медициналық жабдықтар жоқ елді мекендерде жұмыс істейді. Соған қарамастан, ажалға араша түседі, адамның өмірін құтқару үшін барын салады. Себебі жауапкершіліктің жүгін сезінеді. Мүлт кетуге болмайды, оны да жақсы түсінеді. Шалғай жерде қызмет етіп жүрген дәрігерлер мен мейірбикелердің еңбегі орасан. Олар әр тұрғынды таниды, оларды да бәрі біледі. Ауылдағы медицина маманы нағыз еңбек адамы. Демалыс деген жоқ қой. Демалыста уже бір жерге қонаққа баруға да қорқасың уже қойшы. Мен біреу вызов болып қалса, ұрып қалса деп солай отырасың. В основном үйде болам. Сол телефон 24/7 қолымызда. Қазір үйді аралау деген бар. Диспансерлік учетта тұратын. Мына жерде Макарушка Ольга деген. Ауыл сонша үлкен емес, шағын ауыл ғой. Қиын емес жүру. Совсем ана жақ шеткі үйлерге біздің өзімізде санитарный машинамыз бар. Сол водительді шақыртсам, келе қояды, бірге барып келеміз. Ауылды. Көрші ауыл бар, Қаратомар деген. Соған да барып келеміз. Мен әр үйді білем. Осы ауылда туып өстім ғой. 1989 жылдан бері жұмыс жасап жатырмын. Акушерлік бітіргем, акушерканы. Қазір участковый медсестра болып жұмыс жасап жатырмын. Алғашқы жәрдем көрсетеміз. Жаңағы аурудың алдын алу жұмыс жүргіземіз. Диспансерлік тізімде тұратын науқастарға жаңа дәрі-дәрмек береміз. Сол кішкентай баладарға екпе жасайым. Жаңағындай процедуралар жасайым, система қоям, укол салам. Басқа дәрігер халықтың саны бойынша жаңағы қаралмаған. Шалқардың өз басында 479. Шалқар ауылдық округінде бүгінгі таңда 800-ден астам халық тұрады, 169-ден астам тұрғын үй бар. Ауылымызда өте көп ардагерлер бар. Кеңес үкіметі заманында өте жақсы қызмет істеген ауылдың тұрғындары бар. Еңбек адам әрине ол кісі бүгінгі таңда осы ауылдағы тұрғындардың барлығы қайда келеді, ауырса қалса, барлығы біздің дәрігерлік амбулаторияға барады. Яғни бүгінгі таңда күндіз-түні ол кісі өзінің қолынан келетін барлық көмекті жасап жатыр. Бір жақсы жаңалығымыз бар. Биылғы жылы біздің ауылда жаңадан заман талабына сай дәрігерлік амбулаторияның құрылысы жүріп жатыр. Алла жазса, осы жылдың соңына дейін бұл дәрігерлік амбулатория халықтың игілігіне беріледі. Жабық екен, бір жерге шығып кетті ма? Ешкім жоқ па? Ол обычно қайда кетеді енді? Огород жақта емес па? Бірақ жаппайды ол қыз. Обычно. Нету. Оля! Келгенше отырам енді, қазір звондай. Келгенше отырмайтын шығармын білмеймін. Жалпы күтіп отырамыз, күтеміз. Кейбір адамдар құрметтейді, рахметтерін айтып, кейбірлер ойлайды, это ваша обязанность деп солай ойлайды. Сондай адамдарды түсінбеймін. Обязанность дегенге. Сол үшін ақша алып жатсың ба? Сол үшін сен міндеттісің деп айтатын кісілер бар. Оларға енді мен не деймін енді? Түсініктері нашар, сосын жаңағы медицина қызметкерлерін сыйламайды деп ойлаймын. Түсінбейді, өйткені біздің жұмысты. Ойлайды, компьютерда отырады, түкті істемейді деп. Тамирис, привет. Қалың қалай? Жақсы.
сол сені тексеріп шығайын деп тұр. Аха. Үйде әйелдерді босандырдым. 10 шақ баланың кіндік шешесімін. Мен еще коллегалар айтатын кіндік әби деп солай еще қойып қойған. Сол қазір үлкен ер азамат сондай балалар. Сообщение жазатын неге? Құттықтап 8 мартпен туған күнбен сіздің балаңыз мысалы Абылайхан деп сіздің балаңыз тағы кім біреу деп сол кезде қызым сообщениені оқып жылайтын. Немене сенде тағы балам бар ма деп оқығанда акушерский группада бізде девиз болды. Орысша айтайын. Нет профессии человечней на всех 6 материках, когда лежит все человечество у акушерки на руках деп. Енді аман-есен әйел жаңағы босанғаны, аман-есен дүниеге сәбит әкелген оңыз қандай бақыт, дені сау, ешқандай жаңағы осложнениясыз бәрі болып, сол бақытты сезінем жаңағы. Ой, мен баланы жарық дүние көруге жаңағы әкелуіне не болдым деп. Ені өле алла әрине. Содан кейін сол. Жатқанда тұрғанда резко не встаешь, қырындайсыз, аяқ түсіресіз, сосын встаете. Аха, все. Бұлай жақсы қал жағдайыңыз. Терапевтқа келетін болсаңыз 4 күнде келесіз, дәрігер келеді. Қиындықтар болды. Бір жылдары, 90-шы жылдар свет болмады ғой ауылда. Свет болмады. Сонда гололед болды. Аяқта тұрмайтын гололед Маншук ауылына бір беременныйда келді. Жаңа қансырап, прилежание плаценты болып. Ой, қалай сонда, телефонмен звондасасын ауданмен. Солай ақырын жеттік қалаға. Сол өте жаңағы уайымдайсың ғой қалаға жеткенше ел аман болсыншы. Енді сол әтеуір аман-есен жеткізіп, әтеуір таната солай келдік үйге. Жастарда келмейді, осы ауылда жұмыс жасау қиын деп ойлаймын. Сосын осы біз Старый Гвардия қаламыз, жұмыс жасаймыз, бүкіл халықты білеміз. Осы ауылда бармаған үйім жоқ, бұл каждый дворға бардым. Күнде жатқанда ойлап жатасың, ана, сол анау қалай екен, соларды уайымдап сөйтесің. Қалыпты давлениеңіз қанша сіздің Қарлығаш? 120. Басын айналады ма? Құсқын келмейді ма? Ұйқыңыз қалай? Дәрі іштіңіз ба? Дәрі-дәрмек давлениеден?